Құрметті қыз-келіншектер, бізге осындай Жимон Груп компаниясының шығыс медицинасының өнімі келіп түсіп жатыр. Бұл көз қаламы деп айтылады. Бұл көз қаламы қандай жағдайға сіздерге пайдалы? Бұл көз қаламы 14 күннің ішінде қыздар косоглаз едем деп тастап жатыр, алыс жақыннан көрмейтін, очки тағатын, минуста жүрген кісілер, плюсте жүрген кісілер, лупа тағып, линза тағып жүрген кісілердің көздеріне өте керемет көмектеседі. Және де көз ауруы деп жатырмыз, көздің давлениесі деп жатырмыз. Одан кейін көзіміз бұлшықтанып, жас ауырады, көзге жаңағыдай ине тыққандай болып тұрып ауырады. Сондай кезде бәріне қолдансаңыздар болады. Көздің қандай да бір жаңағы ауруы бар, соның бәрін емдеп шығатын осы шығыс медицинасының ешқандай залалсыз 2 жастан бастап қартайған қарияларымызға дейін қолдана беретіндей осындай керемет көз қаламы келіп жатыр. Тапсырыс беру үшін осы қаламға бізге төменге сілтемеге өтсеңіздер болады. Саламатсыздар ма? Бүгін бізде Жұмакүл ападан отзыв. Саламатсыздар, қалайсыздар? Жақсымысыздар? Иә, мына қарандашында көп пайдасы бар екен. Мына крем, аяққа жағатын крем әсіресе міне. Мен қазір алдым. Анада өткенде Перизат ханым жағып беріп кеткен аяғыма. Бір рет жақтасын. Сипаты да қойды. Құдай ол қандай дәрді қойдым демей. Үйге барған жаттым, жатқаннан кейін түн жарымда қарасам аяғымда тамырлар кетіп қалды. Қандай рахат, сол аяқ әлі сол күйде. Керемет, тамаша. Мен айта алмаймын. Рахмет Перизатқа да. 15 минутта қойып қалды ауырғаныңыз? Көмектесіп тамаша болды. Ең соны алсам мен белім бар, сол аяғым бар, соларға жағам. Ана қарандаш құлағымнан ірің қан ағатын тұғын. Мен сол қарандаштарды жағып, көздеріме жағып, жоқ құдайға шүкір жақсымын. Ірің тоқтады ма? Тоқтады, бәрі тоқтады, керемет. Одан қалабаса телевизорға үшін жүзге апарып қойып көретін. Енді қазір 15-20-ға қойым. Немерлерім бір таңғап күліп жатыр қазір. 2-3 күнде, иә? Көз өнімі. 2 күнде. Құдайға шүкір, Аллаға разым, рахмет. Сіздерге де рахмет, мына группаға да рахмет. Немереңізге жаққан результатын айтшы. Немереме соны кейін. Басы қимылдамайған қақып дейді. Шүйдесі, желкесі ауыратын еді. 2 рет жақтым. Үшіншісінде жағып беріп, қазір апа рахмет сізге. Қаламыз күшті екен деді ғой. Көз өнімі. Келінім иығына да жағып бердім, иығын көтере алмай қалды. О да жақсы болып қалды. Апамнан қандай шипасы бар еді? Бір жаққанан қойды, келінім де сөйтіп қуанып жатыр. Алыңыздар, емделіңіздер. Әркім денсаулық өзіне керек. Біреу үшін алмаймыз бұны бәрі. Өзіміз үшін алғанымыз жақсы. Алсақ немерлерімізге де, келіндерімізге де бәріне пайдасы тиеді. Мен қазір мынаны алдымын. Құдайға шүкір, енді аяғыма жағам, шекеңде ойнап, тойда да ойнап жүретін жарым секілді. Аумин. Өткенде мен 1 рет жағып берген бұл кісіге кремді, сөйтіп аяғына салфан қойып берген, содан үйіне барғанша аяқ қойып қалып, сол енді заказ беріп, Мазди енді алып отыр қолына.